Сәлем YouTube сүйер достар. Осы каналдың дамуы үшін каналға тіркеліп қойсаңыздар. Бүгін каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан жазықсыз жүрек телехикаясында Әли рөлімен танылған актер Эмрах туралы ақпарат беретін боламын. Әнші әрі актер Эмрах, шын есімі Эмре Ердоған Ипек, 1971 жылы Түркияның Анкара қаласында дүниеге келген. Жас кезінен әнші атанған талант иесі қазіргі таңға дейін 500-ге жуық ән мен ән жинақ шығарған. Кино саласында 30-ға жуық фильмдер мен телехикаяларға ойнаған. Алайда Қыналы қар телехикаясы оны әлемге таныта білді. Мен қоғамдық өмірден шаршадым. Мен қазірдің өзінде 50-ге таяп қалдым. Және сабырлы нәрсе жасағым келеді. Сонымен қатар менің ойымша, жастарға жол ашатын уақыт келді, деді 48 жастағы әнші Стар арнасына мәлімдеген болатын. Бұл бұдан 4 жыл бұрын. Сонымен қатар актер ол фильмдерде де ойнауды да тоқтататынын айтады. Мен өзімді қарапайым адам сияқты сезінгім келеді. Ол тәулік бойы көпшілікке жұмыс істеуге және өзінің имиджін сақтауға міндетті емес деген еді актер. Ал әншінің жеке өміріне келетін болсақ, ол 2014 жылы үйленген болатын. Қазіргі таңда бір ұл, бір қызы бар.